Қазақ тілінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз есептік және реттік сан есімі. Балалар, бұл тақырыпты біз қайталап бүгін пысықтаймыз. Бүгінгі сабақта сен есептік және реттік сан есімнің айырмашылығын анықтайсың. Оқулығымыздың 87-ші бетіндегі 44-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді қатесіз әрі көркем етіп көшіріп жазамыз. Сан есімдерді тауып, олардың реттік немесе есептік екенін ажыратамыз. Бір сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Мысалға, мен бірінші орынды жеңіп алдым. Бұл жердегі сан есім нешінші? Бірінші. Бұл реттік сан есім. Үстіне қарандашпен қандай сан есім екенін ажыратып жазамыз. Және де осы мәтінде 3 сөйлем берілген. Бір сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Мен бірінші орынды жеңіп алдым. Не істедім? Жеңіп алдым. Баяндауыш. Кім жеңіп алды? Мен. Бастауыш. Нені жеңіп алдым? Орынды жеңіп алдым. Толықтауыш. Қандай орынды? Бірінші орынды. Анықтауыш. Осылай бір сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Дескриптор. Мәтінді қатесіз, көркем етіп көшіріп жазасыздар. Сан есімнің түрін есептік, реттік анықтайсыңдар. Бір сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдайсыздар. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді есептік және реттік сан есімдерге топтастырып жазып шық. 7-ші мектеп, 3-ші сынып, 25 оқушы, 2-ші қатар, 6 оқушы, 2 ай, 1-ші орын, 3 апта, 6 сабақ. Бұл жердегі сан есімдерді 2-ге бөлеміз. Есептік сан есімдерді есептіктің қатарына, реттік сан есімдерді реттіктің қатарына жазып шығамыз. Дескриптор. Есептік сан есімдерді анықтайды, реттік сан есімдерді анықтайды.